Іскерлік байланыс аясын кеңейтуге мүдделі КПО компаниясы аймақаралық байланыс орнатуға да белсене атсалысуда. Бұған дейін КПО өкілдері еліміздің іргелі өндіріс орындары бар аймақтарына арнайы барып, компанияға қажетті тауарлар мен қызмет түрлері туралы баяндаған еді. Бүгінгі таңда КПО-ның мәліметтер базасында 3800-ден астам жергілікті жеткізуші бар. Алғашқы жарты жылдықта компанияға тауар жеткізу ісіндегі жергілікті құрамның үлесі 49%-ға жетті. Бұл ақшаға шаққанда $280 миллион құрайды. Соңғы жарты жылдың ішінде солтүстік Қазақстан облысы біз барып өзіміз танысқан үшінші облыс болып табылады. Жылдың аяғына шейін біз тағы да Қазақстанның екі облысына барамыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгінгі кездесудің бір нәтижесі ол әрине біздің Қарашығанақ жобасының болашақ жобалары мен солтүстік Қазақстан облысының кәсіп орындарын таныстыру болып табылады. Бүгінгі кездесу кезінде біз өзіміздің оларға қоятын талаптар жөнінде айтып бердік. Бағдарламаның жалғасы ретінде бүгін біз кен орнында зауыттарымызды көрсететін боламыз. Солтүстік қазақстандық делегация өкілдері өз кезегінде компанияның өндірістік қуатымен танысып, болашақта кеніште атқарылар жұмыстар туралы сөз қозғады. Қызылжарлық кәсіпкерлер өз облысының өнеркәсіптік әлеуеті туралы әңгімеледі. Бүгінде бұл өңірде өңдеу өнеркәсібі жақсы дамыған. Мұның ішінде машина жасау саласының үлесі сүбелі екендігін айта кету керек. Наша делегация Северо-Казахстанской области сегодня... Аймақаралық кооперация бағдарламасы шеңберінде біз Қарашығанақ кенішінде болдық. Біздің делегация құрамында мұнай-газ секторындағы өндіріске ірі машина жасау компанияларының өкілдері бар. Екі жақты кездесуде осы жұмыстардың жай-жапсары сөз болды. Өз тарапынан солтүстік Қазақстан облысы да өз өнімдерін көрсетті. Арадағы уағдаластықтар пысықталды. Біздің өніміміз сіздердің талаптарыңызға сай болады деген үміттеміз. Осылайша арадағы әріптестік баянды болады деп сенеміз. Жұмыс сапары барысында тараптар солтүстік қазақстандық делегацияның бұл сапары КПО консорциумы мен өңірдің тауар өндірушілері арасындағы ынтымақтастықтың табысты болуына әсер ететінін баса айтты.